Байрам. Мынау қайтып бара ма сонда? Адам шошты. Тоқта, тұра тұр. Келдің бе? Қатты уайымдап қалдым. Мына соңғы әрекетіңнен кейін қайтадан қайтып келгеніңде мені жүрек талмасынан көз жұмып, бетімді ақ матамен жауып тастаған күйімді көргеніңде не істер едің, Хүлия? Хүлия. Абыройымыздан айырған Хүлия келін. Негізінде, ауылда көлігімнің терезесінің күл талқанын шығарған кезіңде артыма қайрылмастан кетер едім. Абайда деш. Абайда. Алайда абдырақ болдым. Кете алмадым. Бойы бір қарс мыстан бізге не істей алады деп ойлап күттік. Ештен етпейді. Қайта бір амал қылды. Ештен етпейтін берсе, шуағалейкум ассалам. Ештен етпейді. Қайта бір амал қылдық, жаным. Өтті кетті. Бақшаның ішінде отыр. Ескерткіш сияқты. Бар. Бірақ танымай қалуың мүмкін. 10 минуттың ішінде баланың шаша қарып кетті. Қане жүгір. Бар ықыласымызды білдіріп, қаншама көлік жібердік. Дұрыс па? Жақын маңда такси бар ма деп сұрауға да келмейді. Қайтадан бересіш. Иә, қайтадан берсіш. Мынаны ауыстырам деп. Бар ықыласымызды білдіріп, қаншама көлік жібердік, дұрыс па? Жақын маңда такси бар ма деп сұрауға да келмейді. Қайтеміз. Жүрейік. Иә, біраз жаяу жүрейік. Бұлай жүреміз бе, қалай жүреміз өзі? Мына жолтым еңс екен. Байрам Жауһар, сен оған жарамайсың. Жүр, ана жолмен жүрейік. Сен менің жамау жүрегімді білдің. Рахмет. Көп рахмет. Bir жеңілдеп қалдым. Міне сенің арқаңда жүзіміз бал-бұл жанып тұр. Неге бұлай істедің? Менен не керек болды? Көзәйнек таққан мұрнының маңқасы о. Көзәйнек таққан мұрнынан маңқасы кетпеген боладым. Маған неге сонша жабысып қалдың? Неге менің өмірімді ядролық қару сынайтын алаңға айналдырдың? Неге? Давай. Kız, beri gelin. İyi, dұрыстап берші. Кісінің алдында не жоқ? Супермаркет. Жоқ. Аптека. Столовый. Иә. Kız, beri gel. Жупеке, Нормально было. закрывашка жоқ па?
Жоқ, нету, все. Кәрімге апара сал. Кәрі. Қане енді ұйықтайық. Балалар таң атпай ерте тұрады. Күлия. Мен сені кетіп қалдым деп қатты қорықтым. Үш бірдей баланы саған тастадым дегенің қалай? Балалардың маған қалай тастап кетесің? Неге олай істедің? Ұйықтамай тұрып, маған жейтін бірдеңе пісіріп берші. Қарным қатты ашты. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударғандар: Баян Нұғыман, Досым Қуатұлы, Қайрия Сарқанбай, Жазира Әли, Аяужан Рысқұлқызы, Нұргүл Жамбылқызы, Гүлім Тоқтарбаева, Әсем Ережеқызы. Редакторлары Тұрмағамбет Кенжебаев, Нағыз Қапшықбайұлы. Фильмді қазақ тіліне дыбыстағандар: Гүлнар Орманова, Ақмарал Абдрахманова, Мұратбек Бейсенбаев, Мираш Жақып. Дубляждың режиссері Нұргүл Бекетаева. Режиссердің ассистенті Жұпар Керімбекова. Дыбысы режиссерлары Уатшан Ғанибал, Арман Ертұрғанов. Техникалық редакторы Ержан Жақашев. Шеф-редакторы Зәуреш Байзақова. Бөлім жетекшісі Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2021 жыл.